Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге молочный шоколадты микрио қосу арқылы темперировать етуді көрсететін боламын. Алдыңғы видеода мен ақ шоколадты методом посева темперировать етуді көрсеткен. Ол видеоны менің каналымнан көре аласыздар. Темперировать етуге міндетті түрде кондитерский таза шоколадты алғандарыңыз дұрыс. Мен бельгийский Калебот шоколадын аламын. Ең біріншіден 30 секундқа микроволновкаға қойып ысытамыз. Ыдысыңызбен силиконовый лопаткаңыз міндетті түрде құрғақ болуы керек. 30 секундтан кейін алып шоколадымызды жақсылап араластырамыз. Түп жағы біртіндеп ери бастайтын болады. Жақсылап силиконовый лопаткамен түбін араластырып, ыдысқа жағып отырып, шоколадымызды ерітеміз. Импульспен тағы да 20 секундқа микроволновкаға салып ерітеміз. Бірден 1 минутқа, 2 минутқа микроволновкаға қоймаңыздар, себебі шоколад жанып кетуі мүмкін, сосын ештемеге жарамсыз болып қалады. Асықпай осылай импульспен аз-аздан секундты азайтып отырып ысытқандарыңыз жөн. Міндетті түрде әрбір микроволновкаға салған сайын температурасын өлшеп отырыңыздар. Уже көздеріңіз, қолдарыңыз жаттыққаннан кейін өлшемей-ақ, уже әбден шоколад ергеннен кейін барып өлшеп отыратындай жағдайға жетесіздер. Міндетті түрде жақсылап араластырып отырыңыздар. Міне мен уже 2 рет импульспен 10 секундтан микроволновкаға салып отырып шоколадты еріттім. Енді температурасын өлшеймін. Температурасы 45 градус болды. Значит, біздің шоколадымыз полностью ысыды деген сөз. Яғни кристалдары бір-бірінен ажыратылды. Молочный шоколад пен ақ шоколадтың темперировать ететін шкаласы бірдей болып келеді. Яғни 45 градусқа дейін ысытамыз. Одан кейін 29 градус, 28 градус рабочий температураға дейін суытамыз. Енді шоколадымыз 45 градусқа дейін ысығаннан кейін біз шоколадымызды суытуымыз керек. Ол үшін сіздерге лайфхак. Мен морозильниктағы осындай қатып тұрған еттің немесе замороженный овощидің үстіне мискамды қойып, шоколадымды араластырып отырып суытып аламын. 33 градуске дейін суытып аламыз. Микрио техникасында солай 45 градусқа дейін ысытамыз импульспен. Содан кейін 33 градусқа дейін суытамыз. Енді шоколадымызды 33 градусқа дейін суытқаннан кейін микрионы өлшеп аламыз. Микрио дегеніміз бұл какао масло. Міндетті түрде осындай ұнтақ түріндегісін алыңыздар, қолдануға ыңғайлы болады. 200 грамм шоколадқа 2 грамм микрио қосамыз. Яғни шоколадтың массасының 1%-ін микрио қосамыз. Шоколадымыз 33 градусқа дейін суыған. Енді осыған міндетті түрде електен өткізіп, жаңағы өлшеп алған 2 грамм микриомызды саламыз. Енді осы кезде жақсылап тұрып араластырамыз. Кішкене күш салу керек болады микрионы толық еріту үшін. Сонда сіздің шоколадыңыз жылтыр әрі қатты болып жақсы темперировать етілетін болады. Жақсылап осай ыдысқа үйкелеп отырып микрионы шоколадқа ерітеміз. Міндетті түрде анықтап қараңыздар. Егер микрио ермей қалатын болса, шоколадыңыз қатқаннан кейін ішінде ақ ұнтақ болып көрініп тұратын болады. Сондықтан да жақсылап
ерінбей араластырыңыздар. Шоколадтың температурасы 29 градус, 28-29 градус рабочий температураға дейін түсу қажет осы уақытта. Міндетті түрде пирометрмен температурасын өлшеп отырыңыздар. Мінекей мен шоколадым 29 градусқа дейін суыды, және де микрио толығымен еріді. Анықтап, қарап, көбінесе свет түсіріп қарағанда микрио анық көрінетін болады. Свет түскенде жылтырап, ұнтақтар көрініп тұрса, значит сіздің микрионыз әлі ерімеді. Егер ондай жағдай болатын болса, микроволновкаға 5 секундқа бір қыздырып алып, тағы араластырғаныңыз жөн. 5 секундтан артыққа қыстырмаңыздар, себебі егер шоколад қатысып кетсе, бәрін қайтадан бастау керек болады. Осымен біздің шоколад темперировать етілді. Енді осындай кондитерский мешокқа құйып алып, өзіңізге керекті формаға құйып, қатыра берсеңіздер болады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен шоколадтан әртүрлі сыйлықтар жасауды үйрететін боламын. Қандай видеолар шығарғанымды қалайсыздар, сол туралы комментарийға жазып өтіңіздер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.